әлем, Айсұлу әлеміне қош келдіңіздер достар. Достар, шашыма мән бермей қойыңыздар. Ұйқыдан енді тұрдым. Достар, бірге тісімізді жуып, бірге әрине таңғы шайымызды ішіп, және де достар, бізде қар жауды көрсете кетсем деп ойлаймын енді. Вот, достар. Көрініп тұр ма, көрінбей тұр ма білмеймін. Әйтеуір қар жауды. Олар кеше біз қатады ғой достар, мен жеңіл болғандықтан ба, бәрі маған жабысты. Достар, үшін бірге тайнамыз. Ұнаса лайк бастыр, келіп кетейік достар. I love you. Достар, үшін мен кеше шашымды өріп жатайын дегем, шаштарымды ауыртып жүрді, мен қазір өзім бұйыра алайын деп шештім. Өзім бірінші боянып алам, бірінші бетонымды жуып, тісімді жуып алам, сосын әрине не істесем болады, шешіп аламын. Достар, шешіп алғанда тез шешемін, или шешпей қойын ба. Боянып бәрін істеп алған соң шешемін. Достар, асықпай бірге дайындалайық кеттік. Дайындалақ дегенде, достар, ондай емес. Достар, менде 2 щетка бар да. И так, достар, мен намен жуғым кеп тұр. 2 щетка бар, и біреуі үлкен дерзкий, и мынау бар ғой маленький, өзім күнім күшті өтсе осымен жуам. Ал күнім ужас өтсе анамен жуам ғой. Оны жыным кеп тұр. Оны таңдап тұратын уайымым жоқ. Ой, уайым деп ойнайым жоқ. Достар, үшін біз кеше, достар, бір оқиға айтайын. Кеше біздің қыздар бар емес па, не деп айтсам болады, мартқа барған, бізге айтпаған ғой. Сөйтіп душыға барамыз бірге, сөйтіп душыдан сол қыздар таппай қоямыз, тек ұлдар ғана ойнайды. Сөйтіп қыздардың бәрі қаяқта деп енді шошимыз ғой. Қуамы қаяқта деп бәріміз іздейміз. Сөйтіп даланы көреміз, аяқта бір не ойнайтын еді, горка бірдеңкелер бар, сояқты көріп келдік, жоқ екен. Сөйтсек бізге айтпай, Сабинаның туған күні еттің кеше, және де кеше бізге айтпай Азам мен мартқа барған. Достар, біз оған өкпелеп, жыным кеп тұрды. Бізде бармаған тек Әбу Аяру деген подругам, Ақнұр деген подругам, Үнжу деген сияқтылар, Аяру деген сияқтылар, тағыдай бізде 3 Аяру бар. Соны 2 Аяру бармай қалды да, 3-ші Аяру кетіп қалды. Сөйтіп бізге айтпаған, айтады да маған, не үшін ренжіп жатсың, айтшы деп бәрі маған айтады да. Жалғыз мен ренжіп жатқан жоқ, маңақта да қыздар ренжіп жатыр, айналайын деді. Олар әшін ренжи береді ғой, білесің ғой, сен не үшін ренжіп. Сендер кішке айтсаңдар болады ғой, мартқа барайын деп отыр. Біз сендерге звондадық деп шынымен достар маған звондапты. Ал мен топас соны қарамағамда, мен солардан көріп жатыр екем. Мен айттым, енді, көрмей қаптым деймін. Маған келген жоқ дедім. Маған келген жоқ дедім. Кәдімгідей. Ебать. Не қылып? Тісім жуайын деп жатсам. Достар, мен шашымды өйстіп кескім кеп жүр ше. Негіз маған жарысады, айтыңыздаршы, осылай ше. Бірақ шашым артымда тұр. Прям. Тұтаңыздар, айнаға қаралайын. Достар, сіздерге көрсетейін дедім, бірақ уақыт көп кетіп қалады деп ойладым. Және де не запах. Достар, мынандай липучкам жоғалтып алдым мен, сондықтан қоямадым. Достар, үшін солай. Шашымды мен бері алайын дедім ба. Достар, тағы да бір оқиға айтайын сіздерге. Оқиға дегенде мен бір аптадай қалдым. Сөйтіп көбісі маған айтады да, жоқ, сен қанша күн қалдың, мен білемін ғой қанша күн қалғанымды өзім. Сөйтіп қыздарға айтады, мен өзім білетін шығармын қанша күн қалғанымды деймін. Олар сенбейді. Ой, жоқ, сен қанша күн қалдың деп. Сөйтіп мен айттым, мен білемін ғой дедім. Сөйтіп айтады ғой, ой, бопты, бір апта қалдың сен үшін. Әрине дедім, бір апта қалдым дедім. Қыздардың көбісі емес, мен көрамайтын бір қыз бар, сондықтан сол айтты, қыздар емес. Қыздар дейірім мен. Үшін солай. Кәдімгідей, достар, шыңға тек сол үшін. Көрамаңшылық көп күнінде. Үшін солай. Таяғыма қараңыздар, бірден келер шығып кетті. Ауырады. Біля деп ой, достар, кешірім сұраймын, алдым шығып кетті. Достар, айта берейін, қарай.
сөйтіп Мереке әпке справкаңды әкелдің ба дейді. Мен ол кезде справкамды алмадым. Өйткені мен астыруды ұмытып кеткенмін ғой. Сөйтіп әпкеге айтудан андай ұялдым, қорықтым. Сондықтан да айтпадым. Сөйтіп әпке айтты, ой, неяқты домалап жүрген. Шынымен сұрайды бүйтіп. Справкаң қаны деп, бүгін геометрияда Мереке әпке пән мұғаліміміз бізді сұрап алды. Менен қазір күн бойынша справка қаны ұмытып кеттім десе, мені точно сояды, достар. Қырып жояды мені Мереке әпке, сондықтан да көтім дірілдеп жатыр, достар. Білемін, бір не үшін үйде бәріміз ауырып жатыр. Естіп жатқан шығарсыздар. Тамақтан мен де тамам ауырып тұр. Сабақтан бүйтеді ғой менің сыныптастарым. Ертең олдар сыныптастарым да. Олдар айтады, ертең тағы да қалатын шығарсың. Жоқ өйтеді. Мен қалатын болсам өз себептеріме қалам, достар, негізі. Ондай себепсізден себепсіз қалу менің ойымда жоқ. Мен сабақта қой. Достар, мен үшін кеше Мартқа барғам, мынандай сатып алып деп. Мартқа бардым, мен бармаған қыздармен бардым. Гүлнұр деген қыз бар ғой, Азанмен басқа қыздармен, өзіміздің басқа қыздармен бардым. Мен анау Аяру деген сияқты бармаған қыздармен бардым Мартқа. Сөйтіп мынандай сатып алғанбыз ғой. Кәдімгідей. Бірақ ана қыздарға айтқан жоқпыз, өйткені олар да бізге айтпай кетіп қалды ғой. Сөйтіп айтқан жоқпыз. Искай, достар, мен уже бітірейін деп қалдым, өйткені жаға беремін. Достар, біз айтпақшы тоннелканы. Достар, біз тек мынандай қолданамыз, Киконың тоннелкасын. Достар, бетің қожасын әдемі болып тұрады. Өзіне қожаңды не істеп тұрады да, сақтап тұрады. Ақ кетпейді. Мына туштың бір жақсысы ақ кетпейді. Бұл да. Мынаны жуған кезде бетін жуатсаң кетпейді бұл тоннелка. Ал мынау бізде душқа кіріп андай жуынып атсаң вообще кетпейді. Сол орында тұрады. Ойбай, блин. Мен андай кірпік көтеретін, мұнда жоғалтып достар. Мен негізі кірпігім көтермесем де болады, достар. Мен өзім кірпігім бар. Кірпігім бар дегендер ұзын мен кірпіктерім. Кірпік жабыстыру не қажеті бар. Көріңдер ма, уже кірпігім мынандай болып кетті. Мынаны жақпай тұрым керек еді. Тыка десе. Сіздер ойлайтын шығарсыздар, ойлан, несі тиынты жоқ па деп. Тиынтым бар, достар, негізі. Тиынтымды мен бір жағда жоғалтқаным, сондықтан қызыл карандашпен бояп жүр. Мені типа бәрі тиынтпен бояп жүр деп ойлайды. Сіздерге ғана айтып жатырмын, бірақ басқаларын айтпаймын. Атын ұмытып тұрмын. Пучеко десе. Мен өзім, достар, ең жақсы көретін қыздарды, мен өзім жақсы көретін, жаман қатты жақсы көретін қыздарым бар. Олар маған қатты ұнайды. Сыныпта мен жақсы көретін қыздар. Мен негізі Әбу деген қызбен подруга екенмін. Мен оны жігітке алдым. Әшейін айта салғам ғой, соған ренжіп қалған ғой. Екінші күні ол маған ренжігенін ұмытып кеткен ғой. Сөйтіп қалайсың деп мен амандасып қояды. Маған ренжіп едің ғой сен кеше деп ем. Есіне түсіп кетті да. Жүрді ғой ренжіп. Мен сол кезде көтім неменеге жыбырлап қалды деймін да, достар ше. Шынға тиіп. Сөйлейдің ғой ше. Айтпай қойым келеді. Бетім не жаңып тұр дейсі де әдем болып тұрды. Үшін қыздар бетіне сүйеді оны, сондықтан бетім әдемі шығып тұрсын деп ойлаймын да.
мен жаққан ұнатам әйтеуір. Сіңімді болады да, көңілін жақсан ше. Сұртеңізше, ана бар ғой. Мысалы, мен мектепке бұрына бармайтынмын. Не үшін? Өйткені маған қыздар көңіл бөлмейтін, мен қыздармен араласпайтынмын. Сондықтан мен мектептен не көшкім келген етін. Одан кейін достар, мен мектептен көшпеймін деп шештім. Өйткені не үшін деп ойлайсыздар? Мен әрине мектептен көшкім келмегені бір жағынан мен қыздармен араласа бастадым. Мен қыздарға айттым, мен көшемін деп. Сол кезде қыздар не үшін көшесің, жанама деп айтқан. Мен боянып әдемі мектепте мен ғой көңілді жүретінше қазір қыздармен бүкілмен араласамын достармен. Өйткені көңілді қыз мен ғой. Әдемі болып боям келетінді мен сыныбымды мен қорғап шығам. Сондай жақсы қызбын ғой мен. Сен аяғыма тамақты жақып бейдің мен достар. Жаққам, я? Сағанды закука алғам ғой кеше. Қыздармен барыңыз мұртты. Бәріміз осындай закука алғамыз. 75 теңге сондай. Арзан, не достар? Ал менің макияжым. Достар, кеттік. Шашымыз тараймыз. Мынаған қарасаңыздаршы, мен образым. Мен естіп, ұйқыдан тұрасам болсын. Кемді ауыстырасам өтірік. Мен төсегім жиналмаған, бірақ бүкіл күн ба? Шатас кеттім ғой. Бәрінікін жинап бердім да, өзімдікін жинаман төсегімді. Сондай жанашыр қарындас деген. Сіңілім, қарындас, менің 2 ағам бар, сондайға. Мама бізге бөлме жатып бөліп берді. Сендер соған жауаптысыңдар деп. Бірақ маған өзіне тым алмады арам. Жоқ, рас қой достар, өзіне де алса болады ғой. Мамаға ренжігенім сол. Мама маған ұрса береді да, айтады ғой. Не деп айтсам болады? Сен дейді. Мама айтады да, осы қыз дым істемейді да мені. Сөйтіп мен ренжимін. Мен дым істемеймін ба деп ше. Мысалы мен істеймін, үйді пылесостап шығам, қолын жуып шығам, бірақ мамалар көрмейді. Ал телефон шұқылап қалса, мана тренд бар ғой, көріп қалады да. Сен телефоннан шықпайсың дейді, телефонды алады. Ал мен сосын мама жұмыста кезде видеоға түсіріп бүкілін жинап шыққанды көрсетем. Ал шашып жатқандарды мен полный түсірем. Вот достар, мен ондай не істеп жүрмейді екен, уақытымды құртып ше. Достар, мен питмей болып жүрмін осы күндер ше. Кетіп шашымызды қалайық. Мен мақта жатыр ғой. Достар, өшім солай. Айдай қолым қысып қалды. Сөйтіп ұрсап дейгі маған ше. Жоқ, мен айтам да, бірдеңке істемей жатса мейлі екен. Істеңдер деп болып жатса мейлі екен, маған ұрсатындай ше. Жоқ, істеп жатырмын ғой, істегенше достар. Рас қой. Істегенше істеп жатырмын. Телефон сұрып тасташы. Мен де айтам, істегенше істеп жатырмын ғой. Айтады ғой. Істегенше істеп жатсың білемін ғой. Бірақ до конца аяқтамайсың дейді. Бірақ мама мен бүкіліне мақтайды да, кергізде жамандайды. Ойбай, мен камераны жоқ қойдым. Сіңілісіне жамандайды. Сіңілісі айтады да, Айсұлу инстаграмды бермейді дейді. Сол дұрыс па енді? Мен Аяжан сол кезде сөйлем, ойбай, не болды мына суткаға? Ол кезде маған кім айтады? Аяжан айтады да маған, туған күніме келесің ба деп. Мен айттым, сен мамаң бола ма деп. Конечно, мамаң болады, шындама дейді. Мен айттым, мамаң болған шетте мен болмаймын деп едім. Не үшін дейді. Мамаң инстаграмды бүйтеді деп, сен видеоларын көріп жүрген жоқ қой дедім. Түнде мамаң жана шандықтан бізге айтты, ұйықтап қалыңдар, қазір Айдан әпкелерің келе жатыр деді. Не үшін шақырдыңыз деп айқайладым, сөйтіп жатып қалдым. Сөйтіп Айдан әпке келген кезде өтірік ұйықтап қалған ба деп, сөйтіп мама айтқан, жоқ, бағана ұйықтап қалған, олар сағатты қарадың ба деп. Мама да айтқан, сен өзің қызыңды көрдің ба?
аккаунтын көрсеткен, мен мамаға аккаунтын берген Аяжанның. Қарсаңызшы деп, сіңілім Аяжанның аккаунтын беріп, қарсаңызшы қызы да не істеп жүргенін маған ұрса бермейді деп. Мамасына көрсетті. Сразу айдан айтпай деген ұрысты ғой. Ұрысты дегенде айтады ғой. Мен бұл TikTok аккаунтын білмеймін да ғой деді. Кім берді Ғалеп бұның кім берді саған деп. Айсұлу берді деді. Соңында мен әрине мықты қыз болып шықтым деп баутып айтам. Бердім, өзіңіз негізге қарап алыңыз деп қызыңызға деп. Мамаға айттым, қарап алсын өзің қызына дедім, маған ақыл айта бермейді. Сөйтіп қараған соң үшін мен неге бере алмайды. Үшін достар солай. Өзіңіздің қызыңызға қарап алыңызшы деп сөйтіп барыңыз. Аяжан не үшін келмейсің дейді. Мен сенікіне келдім ғой дейді. Мен саған кел деген жоқпын дедім. Мен сен мамаң бар жерде мен жүрмейді екенмін. Сөйтіп, общем, ренжітті. Ой, бля, кетші бар деп ше. Мен деген сен туаңына бармайын деп келмей қой деді. Келмей қой деді. Міндетті тегі оның туаңына келіп. Бүйтіп, білесіздер ма, Аяжан туаңына бармай тұрып, бізде мамада 9-да оның туаңының 9-да. Сөйтіп 9-ы мен ұмытып кеткенмін. Мектепте жүріп бжб деп ше. Ұмытып кеткенмін ғой. Ренжітті маған. Маған не құттықтаған жоқсың, не біткен жоқсың деп. Бір ағам баяды қош, бір ағам көңілден қашып кеттің әңгіме деген чегіз өзін. Негізі әдем шыққан етін ем. Шыңға тиіп бітті бұлар ше. Шың ұятыр. Оның алдында бардық түнделетіп болсын, Аяжан туаңына барамасақ та торт апардық. Сөйтіп мама айтты, ана туаңында келе алмасақ деп та өзін 9-ға алып 8-і ма 7-і ма бардық ше. Енді сөйтіп мама да звондап қалады да Аяжанға ше. Қалайсыңдар деп. Мамаға айттым, мама звондамаңызшы, қазір біліп қояды деп. Ой, білмейді деп. Не істеп жатсыздар деп Аяжан сұрады мамадан. Сөйтіп айтты. Сол бүйтеді ғой, далада тұрық дейді. Бірақ ана жақта өлең ойнап тұр. Мамаға айттым, мама логика мама деді. Мама деп, не естімейді деп. Резинкам қайда менің? Мен резинкам жоқ достар. Қай резинкамен барамын, логика. Солай тұр. Мама торт апарды айтты, келе алмаймыз. Мама өйтіп біліп қойған ғой достар. Біздің машинамен келе жатқанымызды өйтіп білді ғой мама ше. Сендердің ауылдарыңа барсақ па деп отырық деп әдейі ше. Әдейі деген айтты да сөйтіп уже біліп қояды ғой. Любой адам сөйтіп. Далада жүрген адам музыка тыңдап жүре ма, ар жағынан машинаның дауысы шыға ма.
Естімейді. Просто Аяжан айтты. Сразу қойып қойдым ғой сіздердің келе жатқандарыңызды деді да. Қайта келе жатқандарыңызды деді. Мама айттым ғой біліп қояды деп деді. Мама айтады, ой болды қойыңдаршы. Жаран көтеремін қазір. Ойбай, мынаны көтере салайын. Қазір толық образымды көрсетемін. Таңғы образымды. Вот. Всем пока. Осылай кетейік.